Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабағымыздың тақырыбы құрама есептер. Сабағымыздың мақсаты құрама есептердің шешуін санды өрнектер және жекелеген амалдар түрінде модельдеу және шығару. Құрама есептер дегеніміз не? Құрама есептер дегеніміз бірнеше жай есептерден, бірнеше амалдардан құралған өрнек. Оқулығымызды ашып, 26-шы беттегі бірінші есепке қараймыз. Есепті шығар, кері есептер құрастырып, оларды шығар. Астананы көру үшін әрқайсында 8 баладан 3 топ және 6 мұғалім келді. Астанаға балаларға қарағанда мұғалімдер неше есе кем келді? Есептен не белгілі? Нені табу керек? Қане, бірге отырып, есептің шартын құрайық. Балалар 8-ден 3 топ, мұғалім 6. Балаларға қарағанда мұғалімдер неше есе кем? Шешуі. Есепті неше амалмен орындаймыз? Бізде балалардың нақты саны белгілі ме? Жоқ. Сондықтан алдымен балалардың санын табуымыз керек. Ол үшін 8 бен 3-ті көбейтеміз. Келесі. Балалардың санын тауып алған соң, мұғалімге қарағанда балалардың нешеуі артық немесе мұғалімдердің неше есе кем екенін табуымыз керек. Ол үшін 8 бен 3-тің көбейтіндісіне шыққан мәнін 6-ға бөлеміз. 24-ті 6-ға бөлеміз. Мәнін жазамыз. Есептің жауабын жазамыз. Осы есепке кері есеп құрастырайық. Балалар 8-ден 3 топ, мұғалім белгісіз 4 есе кем. Ал бұл есептің шешуі мен жауабын өзің есептеп көр. Екінші есеп. Есептер бойынша өрнектер құрастыр. Бұл есепте тек қана өрнек құрастырып, оның мәнін табамыз. Қаланы аралауға бірінші күні 3 сағат уақыт кетті. Ал екінші күні бірінші күнге қарағанда 2 есе артық уақыт кетті. Қонақтар 2 күнде барлығы неше сағат аралады? Есеп. Неше амалмен орындалады? 3 есепті де тек қана өрнегін жазып, мәнін есептеп шығарамыз. 27-ші бетте 4-ші есепке қараймыз. Сандарды жылдам қос. Яғни, бірліктердің қосындысы мен ондықтардың қосындысы берілген. Қане, кім жылдам екен? Үйге тапсырма. 27-ші беттегі 5-ші есеп. Кесте берілген. Сол кесте бойынша есеп құрастырып, оларды шығар.